Дүниеде құбылыстың мәнінде, зерттейді өзгерістің бәрінде, математика, информатика, физика арқасында бүкіл әлем сөйлейді нақты ғылым тілінде. Әлемнің ғажайып үш тірегі математика, информатика, физика ғылымдары. Ұлы ғалым Галилей табиғат математика тілімен сөйлейді. Бұл тілдің әріптері дөңгелектер, үшбұрыштар және басқа математикалық фигуралар деген болса, Фрейман дейсін, физика үшін математика жай құбылыстарды есептеуге болатын құрал емес. Ол жаңа теориялар жасауға болатын тұжырымдамалар мен принциптердің негізгі көзі болып табылады деген. Олай болса, біздің бірлестік миф, математика, ғылымдардың патшасы, информатика, ақпараттар ғылымы, физика, табиғаттың патшасы. Ал сіздермен бірге мен номер 177-ші орта мектебінің миф бірлестігінің жетекшісі Баешева Мадина Натиқызы. Бұл бейне жазбада мен сіздерді физика, математика, информатика пән бірлестігінің мүшелерімен таныстырамын. Бірлестікте 1 зерттеуші, 4 сарапшы, 11 модератор және 4 жас маман бар. Мектебіміздің бірінші қабатында математика кабинеті орналасқан. Мұнда математик мұғалімдері отыр. Алдымен мен сіздерді үлкен апайлармен таныстырайын. Сағындықова Роза апай, педагог сарапшы. Ишанова Гүлназит апай, педагог сарапшы. Ниязова Роза апай, педагог сарапшы. Мұстафаева Замира апай, педагог сарапшы. Ал жастарды кейін таныстырамын, ол құпия. Ал енді екінші қабатқа көтерілейін. Мұнда информатика кабинеті бар. Бұл жерде информатиктер жұмыс жасап отыр екен. Біздің информатиктер жастар. Олардың ішінде үлкені Молдабекова Ажар. Ол педагог модератор. Әрі қарай үшінші қабатқа бет алдым. Үшінші қабатта физика кабинеті орналасқан. Бұл жерде кімдер бар екен? Туп-туп, бұл ачын. Сәлем. Физиктерде біздің жастар. Олардың үлкені Қазиева Нұргүл. Ол да педагог модератор. Ал енді сіздерді мифтің жастарымен таныстырайын. Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуыңды бас.